Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялаған болатын. Барлық игі бастамалар мен іс-шаралар балаларға арналады. Балалар жылы аясында қабілет интеллектуалды байқауын екінші рет ұйымдастырып отырмыз. Байқаудың мақсаты сауатты, білімді, логикалық ойлауы, пайымдауы жан-жақты, қабілетті оқушыларды анықтау. Оқушылардың өз қабілеттерін байқап көруіне мүмкіндік беру. Ізденуге, үйренуге ынтасын ояту. Сонымен қатар, өзін дамыта білетін оқушыларға қолдау көрсету. Бірінші кезең іріктеу кезеңі болды. Байқауға сыныптың барлық оқушылары қатысты. Байқау шарттары 3 бөлімнен тұрды. Бірінші эссе жазу. Яғни, менің арманым, менің сүйікті жазушым, менің сүйікті ақыным және ұстаз ұлы тұлға тақырыптарында өз эсселерін жазып тапсырды. Эссе жазуда эссенің жазылу құрылымы, көркемдігі, шынайылығы бағаланды. Екінші диктант жазу болды. Қазіргі цифрлық заманда оқушылардың сауаттылығы өте маңызды. Үшінші бөлім кітап оқу дағдысы болды. Біз оқушыларды әрбір тұлғаны кітап оқуға үйретуіміз қажет. Өйткені барлық жетістікке жеткен тұлғалар кітап оқыған. Кітап оқыған бала кез келген салада жетістікке жете алады. Қабілет интеллектуалды байқауының екінші кезеңіне 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шыққан 12 оқушы жолдама алды. Байқау кезеңдерімен таныс болайық. Бірінші 100-ден жүйрік бөлімі. Бұл бөлімде Kahoot бағдарламасы арқылы оқушылардың барлық пәндерден білімдері мен жылдамдықтары тексеріледі. Екінші таным бөлімі. Бұл бөлімде оқушылар реті онлайн таңдау дөңгелегі арқылы анықталып, реттік сандар жазылған қағаз беріледі. Кездейсоқ таңдалған рет бойынша оқушылар экранда ашылған тест сұрақтарына жауап береді. Мұндағы сұрақтар осы оқу жылында аталып өтілетін мерейтойлық, күнтізбелік күндер болатын. Үшінші IT сауаттылық бөлімі. Оның өзі 2 бөлімнен тұрады. Біріншісі жас мобилограф айдары. Үй тапсырмасы ретінде берілген мектептегі бір күн тақырыбында жасаған қысқа да нұсқа 3 минуттан артық емес бейнеролик тамашалау, бағалау. Бұл жерде тақырыпты аша білуі, жеткізуі, сауаттылығы, видеоның сапасы мен монтажы дұрыс қолдануы ескеріледі. Екінші бөлімі ақпарат беру. Қатысушылар PowerPoint бағдарламасында менің сыныбым тақырыбында жасаған презентация арқылы тақырыпты ашып, толық ақпарат береді. Тақырып ортақ, қолжетімді, барлығы ақпаратты бүге-шігесіне дейін біледі. Ескеретін нәрсе, 6 жыл ақпаратқа қанық оқушыға қарағанда, 1 жылдық ақпараты бар оқушы керемет жеткізуі мүмкін. Тіл байлығы, байқампаздығы арқылы нақты, қызықты, толық ақпарат бере алуы бағаланады. Тақырыптың жан-жақты ашылуы, презентацияның дизайны, анимациясы, оқушының қорғауы бағаланады. Ақпарат берудің маңыздылығы өте зор. Өйткені, қай салада болсын, кімде-кім толық, нақты ақпарат беретін болса, сол салада жетістікке жетеді және табысты болады. Алға ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз еш таянба сен. Атқан әрбір ақ таңға
болашақ жарқын болсын, бірлікпен ортақ толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасаптан қалмай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге, бәріміз бірге, қазақ елі. Алға ұмтыл тек алға, жаңа белестер алда, шыңнан шыңға биікте. Бөленген күн нұрына әркез бол сен тек алда, елім бақытты мекен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен орта толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасаптан қалмай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға. Бәріміз бірге, Бәріміз бірге. болашақ жарқын болсын,